Ешкі сүті өте құнарлы өнім. Оны көптеген сүтті өнімдерді, мысалы, ірімшік, йогурт және май дайындауға қолданады. Ешкі сүті ең пайдалы сүттердің бірі. Себебі ешкілер қауіпті ауруларға шалдықпайды. Сондықтан олардың сүті қауіпсіз әрі пайдалы болып саналады. Ешкі сүті адам ағзасына қажетті түрлі дәрумендер мен минералдарға бай. Ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда сапалы құрамымен ерекшеленеді. Алайда, ешкі сүтінің дәрумендік құрамы ешкілердің тамақтануы мен оларды бағу шарттарына қарай әр түрлі болуы мүмкін. Ешкі сүтінің құрамында мынандай дәрумендер бар. А дәрумені. Ол көру, өсу және даму үшін маңызды. Сондай-ақ ол тері және шырышты қабықшалар саулығын сақтауға қажет. Д дәрумені. Ол сүйектер мен тістер саулығына ықпал ететін кальций мен фосфор сіңуі үшін қажет. Е дәрумені. Ол жасушаларды зақымнан қорғайтын антиоксидант ретінде әсер етеді. В1 дәрумені. Тиамин. Қалыпты липидті және көмірсулы алмасуға жүйке жүйесі мен бұлшықеттерге қажет. В2 дәрумені. Рибофлавин. Зат алмасуға көмектеседі және жасушалардағы қышқылдану процесіне қатысады. В3 дәрумені. Ниацин. Зат алмасу және тері саулығы үшін маңызды. Пантотен қышқылы. Гемоглобин өндірісіне қатысады. В6 дәрумені. Пиридоксин. Зат алмасуда маңызды рөл атқарады. Орталық жүйке жүйесінің қалыпты қызметіне қажет нейромедиаторлар синтезіне қатысады. В12 дәрумені. Кобаламин. Жүйке жүйесінің қалыпты қызметіне және қызыл қан жасушаларының түзілуіне қажет. В9 дәрумені немесе фолий қышқылы өсу мен даму үшін маңызды, сондай-ақ ДНК түзілуіне қажет. Сондай-ақ ешкі сүтінде минералдар мен микроэлементтер көп, мысалы кальций, фосфор, калий, магний, темір, мырыш сияқты элементтер бар. Ешкі сүтінің адам денсаулығына пайдасы. Ол оңай сіңеді және қорытылады. Ешкі сүті сиырдікіне қарағанда ұсақ майлар мен ақуыздардан тұрады. Ешкі сүтінің құрамындағы дәрумендер мен минералдар иммунды жүйенің қартаюына ықпал етеді. Ешкі сүті ылғалдандырушы және жұмсартушы қасиетке ие болғандықтан косметикалық құралдарға жиі қолданылады. Аллергияға бейім адамдар. Ешкі сүтінде ақуыз бар, сондықтан кей аллергияға бейім адамдарға бұл өнім жақпауы мүмкін. Лактозаны көтере алмайтын адамдар. Кей адамдар барлық сүт өнімдеріндегі лактоза мен қантты қорыта алмайды. Қант диабеті бар адамдар. Ешкі сүтінде табиғи қант бар, сондықтан қант диабетімен қиналатын адамдар бұл өнімді рационына қосарда осы нәрсені ескеру керек. Бүйрек ауруы бар адамдар. Ешкі сүтінің құрамында қаныққан майлар бар және оны қолдану қандағы холестерин деңгейін артуына ықпал етуі мүмкін. Егер бүйрек ауруымен қиналатын болсаңыз, ешкі сүтін рационға қоспас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Қалқанша безі ауруы бар адамдар. Ешкі сүтінің құрамындағы гойтрогендер деген зат қалқанша без қызметіне әсер етуі мүмкін, сондықтан оны ішу кезінде мұқият болыңыз. Ешкі сүтінде майлы қышқылдар көп болғандықтан оны көптеген ауруларды емдеуге қолдануға болады. Оны мына аурулар кезінде ішу ұсынылады. Өт қабында тас болса, ас қорыту бұзылысы кезінде, балалардағы эпилепсияны емдеуге, артрит және басқа да буын аурулары кезінде, асқазан жарасы немесе аш ішек ауруы болса, асқазан ішек жол аурулары болған жағдайда, қалқанша без ауруы мазаласа, өкпе аурулары және тұмау кезінде. Мысалы, бронхит кезінде ешкі сүтіне бал қосып ішу пайдалы. Жөтелді емдеу үшін ешкі сүті мен сұлы қайнатпасын ішуге болады. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар.